Мен тұздар гидролизмін. Мен суда ерігенде тұз иондары суымен әрекеттесіп, ерітіндінің ортасын өзгертемін. Мен натрий карбонаты. Мен суға түскенде гидролизге ұшыраймын. Бұл дегенің, менің карбонат ионым судан сутегі иондарын ұрлап, өзіме қосып гидрокарбонат түзеді, ал суға гидроксид ионы қалады. Мен күшті сілтімін, сондықтан гидролиз сілтілік болып табылады. Мен мыс 2 хлоридімін. Мен әлсіз негіз күшті қышылдан тұрғандықтан, бірден су молекуласының гидроксил тобын тартып аламын. Нәтижесінде мен гидрооксо мыс ионына айналып, сутегіні қуып шығамын. Сол себепті мен бар жерде орта әрқашан қышқыл болады. Менің мінезім осындай, суды қышқылдандыру. Мен натрий хлоридімін. Мен күшті қышқыл мен күшті негізден түзілген тұзбын. Суға түскенде мен жай ғана иондарға бөлінемін. Бірақ мен гидролизге ұшырамаймын, өйткені мені түзген қышқыл да негізде күшті. Сондықтан мен су ортасының pH-ын өзгертпеймін, ерітіндім бейтарап болады. Мен аммоний ацетатымын. Мен әлсіз қышқыл мен әлсіз негізден түзілген тұзбын. Содан кейін менің иондарым гидролизге ұшырайды. Гидролиз кезінде бұл заттар сірке қышқылы мен аммоний гидроксиді түзіледі. Бұл ерітінді шамамен бейтарап немесе сәл қышқыл не сілтілік болады, жағдайға байланысты.